Адамзат жаратылған сәттен бастап, әлемде бір ұмытылған халық туралы аңыз айтылып келеді. Темір мен тас таулардың ар жағында қамалған, мейірімі жоқ, жаны ашымайтын, тыныштығы болмаған халық. Оларды Яжуж және Мәжуж деп атады. Көпшілігі оны тек аңыз деп санады. Уақыттың тозаңына көмілген жазбалардағы ескі ескертулер, жарық өшкен түндерде балаларға сыбырлап айтылатын әңгімелер ғана деп ойлады. Бірақ аңыз шындықтың көлеңкесі, ал шындық әрқашан қайта оралады. Алыстағы көкжиектің ар жағында, бұлтты тесіп өткен таулардың түбінде сол мөр ақыры бұзылды. Бұрын тұтқында болғанның бәрі енді ояу. Олар дем алмайды. Олар ойланбайды. Олар өлімнен қорықпайды. Өйткені олар сол өлімнің ішінде туған. Адамзаттың бұрмаланған сәулелері таныс, бірақ жаныңды түршіктірердей жат. Көздері бос, дене сынған, жандары тек аштықпен уланған. Олар келгенде бұл соғыс болған жоқ. Себебі соғыс екі жақты болады. Бұл жай ғана жойылу еді. Олар өткен жердің бәрінде тіршілік жоғалды. Ал тірілерді тек шаң ғана еске сақтады. Ғасырлар бойы адамзат ақыр заман аспаннан түседі деп сенді. Бірақ ол таулардан жүгіріп келді. Енді соңғы тарау басталады. Иман сыналады, үміт сынады. Ал дүние олардың атын есінде сақтайды. Міне, ол Яжуж және Мәжуж. Алла бізді олардан сақтасын. Әмин.